Өңір жаңалықтарына тоқтала кетсек, облыс әкімі Жансейіт Түймебаев Түркістан қаласындағы бірқатар кәсіпкерлік нысандарына барды. Ондағы жұмысшылардың жағдайымен танысып, жергілікті өнімнің бағасына тұрақтандыру бойынша тапсырма берді. Өнім көлемін арттырып, әлеуметтік дамуға үлес қосу бағытын жандандыру керектігін айтты. Облыс әкімі ат басын бұрған алғашқы нысан Яссы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл мекеме Түркістан қаласын 100% бөлке нанмен қамтып отырған жалғыз наубайхана. Жоба құны 800 миллион теңге. Қазір кәсіпорын жылына 1 миллиард 900 мың теңгенің өнімін шығарып отыр. Жергілікті тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында облыс әкімі наубайханаға нан бағасын тұрақтандыру керектігін айтты. Бізде қазір 120 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Олар тәтті кондитерлік өнімдер шығарумен және колбаса цехында жұмыс істейді. Осы жұмыстардың барлығын 3 оператордың көмегімен атқарып отырмыз. Жаңа соңғы технологияларды ендіргенбіз. Ал Нұрстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 200 миллион теңгенің өнімін шығарады. 600 миллион теңгеге тұрғызылған нысан темір бетон бұйымдарын шығарумен айналысады. 35 азамат жұмыспен қамтылған. Жалақылары тұрақты. Облыс әкімі зауыт басшыларына еңбеккерлердің жалақысын көтеруді мықтап тапсырды. Бәсекелестік бар, әрине бар, бірақ енді біз көбінше біздің шығаратын өнімдеріміздің номенклатурасы жоғары, сапасы жоғары. Сол себептен бізден көбінше Қазақстанның ішінде облыстарға көбінше жібереміз. Жаңадан оборудование келейін деп жатыр. 450 миллион теңгеге біз Испаниядан алдырып жатырмыз. Безополучное формование пустотных плит перекрытий дейді. Жаңа плитаны тоқтамай бірден шығарады, 100 метрге дейін әр дорожкасы, бір шығарғанда тәулігіне 400 метр плита шығарады. Кез келген қалаған размерді кесіп береміз. Облыс орталығына айналған Түркістанда енді құрылыс жұмыстары жанданады. Сондықтан сапалы материалдар дайындау ісі аса маңызды. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Рулан Рүстемов, Нұрудин Искаков, Туран Ньюс.